Erkek bala jinatıldırma. Şınav olsak. Sağlamasınlar mı? Жақсы, әңгіме қылуын көрейік. Бүгінгі күнді ретін жазып, тақырыбымыз тұр, жазып ақылы тақырыбы. Бүгінгі өтетін сіздің сағатымыздың тақырыбы. Жазып қоямыз жаттырге. Әдемлеп, асықпай. Жазып болып па? Жазып болса, оны сабағымызды бастайық. Балалар, сендер өздерің білесіңдер. Осы ақпан айында менің туған күні екендігін, ақпан айында қазақтың біртуар ақиқ ақыны Мұқағали Мақатаевтың туған күні. Оны біз 9 ақпанда кәдімгідей республика бойынша әр облыста, әр ауданда, тіпті өзіміздің мектепке дейін сол Мұқағалидың туған күнін атап өттік. Оған осы класстан жақсы қатынасқан оқушыларымыз да бар. Оларға да өңірде рахмет. Ары қарай Мұқағали аталарының өлеңдерін жата-жастана тастап кетіп жүрмеңдер. Ол кісінің поэзиясы үлкен бір адамдық ғұмыр, үлкен бір, қалай айтса болады, тарихи тұлғаның небір осы кейінгі ұрпағына тастап кеткен сыр естеліктері. Соны біз оқып барысында өмірді түйсінеміз, өзімізді түйсінеміз. Сол үшін бәріміздің Мұқағали шығармасын оқудан жалықпай. Ендеше сендермен бүгінгі тақырыбымыз да сол Мұқағали жайында болмақ. Өздерің көріп отырсыңдар, Мұқағали жырлаған табиғат, поэзия, жүрек тілі, өлсе өлер Мұқағали Мақатаев, өлтіре алмас алайда өлімде ешкім. Мұқағали ақиық, ақын деген сөздерді көріп отырсыңдар. Мына жақта Мұқағали Мақатаев жайында айтқан ұлы адамдардың сөздері тұр мінекей. Фарис Омарсынованың, Серікқалиевтің сөздері. Жұмыр жерді қайтып көріне барсақ та Мұқағали алдымыздан шығады деп, әнеке бар Сақын Асқар ағамыз сөзінің құрдасы, бұрын досы болған, сол кісі айтып отыр. Енді біз сол Мұқағали атамыздың бүгін бір тәрбие сағатында өзімізше ой толғап көреміз. Бүгін менің туған күнім, ой білай, мұн адамдар неге жатыр тойламай? Банкет жасап берер едім өзім ақ, тәңірдің бірі, жарытпай ақ қойған ай. Тойланбасын не дейін, той көрмей ақ, сый көрмей ақ өтейін. Қаламымды берші маған беруші, болашаққа ар жазып кетейін. Деп шындаған Мұқағали атамыздың осы өлеңінің өзіне қаншама батырлық, қаншама ерлік, ұрпаққа деген қаншама сыр естеліктерін ұғатын боламыз. Ендеше сендерге кішкене ғана, аз ғана өзімнің баяндамамды оқып берейін осы Мұқағали және сендердің білімдеріңді тереңдету мақсатында. Қазақтың қара өлеңін киіп тұтқан жүрегінің түбінен қайнап шыққан асыл жырларымен қалың жұртшылықтың махаббатына бөленген Мұқағали Мақатаевтың бүгінде ортамызда болмағанын алимыз. Ал медет тұтарымыз алып ақынның өзінің көзіндей көрінетін өркеш-өркеш өлеңдері, халқынан қалтқысыз бағасын алған Мұқағали жырлары келер ғасырға керуен көшін сенімді түрде ұзатып барады. Жыр әлемінде өз ойын, өмір шындығын көркем тілде ақындық биік тұрған тұтас шеберлікпен жырлаған өз дәуірлердің шежіресін айқынды айшықты бояумен жеткізген қасқая қарап ақиқатты жырлаған Мұқағали Мақатаев шығармалары 60-80 жылдардың көркем тілмен жазылған тұтас бір шежіресі секілді.
Ақиық ақын Мұқағали Мақатаев шығармашылығы көз алдыңа үлкен бір сурет галереясына келеді. Әр өлеңді тұнып тұрған сурет көрсін. Сөзбен сурет сала білу ешкімнің қолынан келе бермейтін, яғни бір туар ақындардың қолынан келетін нәрсе. Қазақтың қара өлеңінің құдіретін терең сырын бір ғана ақын меңгерген болса, соны арқалы ақын Мұқағали Мақатаев меңгерген. Ақын шығармаларының тақырыбы әр алуан, бірақ оның ерекшеліктері өзгеге ұқсамас. Сыры мен қырында жатыр. Дүниедегі бар құбылысты, адамзат санасындағы сан қырлы сезімді сөз арқылы жеткізуге болады. Сондықтан да осы сөз құдіретінің мән мағынасына терең бойлап, мың сөзден бір сөз таңдап, сөз маржанын бейнелі өрнекпен кестіретін Мұқағалидей ақын қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдыздарының бірі. Ақын дәл осы бүгінгі күннің өзекті мәселелерін жырлап отырғандай күй кешесің өлеңдерінде. Ал Мұқағали қайнауына талай сыр бүккен сайын далаға, оның сылдырап аққан суына, самал желіне, мақпал түніне бала кезден ғашық болып өскен. Ақын жүрегінің тұңғиығынан шыққан асыл жырлар кім-кімді де тебірентпей қоймасы хақ. Халқым деп жырымен өрнектеп, көкірек жарды ой толған сын жырмен кестелеген Мұқағали қазақтың маңдайына біткен ірі тұлға, зор талант иесі еді. Әрине, еді деген сұрақты біз амалсыздан өттіміз. Шырқау биікке көтеріліп, халқының кең аспанын армансыз жарлаған құлаш қанатты қыран ақын еді. Я, көңілі тұнған көлдей тұнық жер сырын халқына жеткізіп кеткен ақында арман бар мәскелет. Я, өмірден ұлы ақын өтіп кетті. Ұрдым, бердім, ұлым болар ма деп ойлап едім, ұзатылар қызым болдым өмірім деп, өзінің өмірінің ұзарып кеткендігіне ақын өкініп өткен. Негізі ұл адамдар қысқа ғана нәрсе айтпаушы, мен бұл өмірден ұзарысып бара жатырмын ғой тегі деп, өз-өзіне кейде есепте беріп қойып. Өзінің өмірі сонау тоқырау заманда өтті. Ол қайта-қайта өмірдің ащы тауқыметіне кездессе де қиындықты жеңе білді. Ақын жалған таң, жалтақ абырой іздеген жоқ. Өлеңдер арқылы ақын жүрегінен мәңгіге орын алды. Ол мәңгі адамзат тақырыбын қозғап, махаббат пен қасірет болмыстың жалғандығын және әлемнің әсемдігі туралы толғайды. Асқан дарын есіне даңқ болып қонуға себепкер болған қапас қуыста, демің тарылғанда, төбедегі нүктедей сызаттан келген тынысынды кеңейтер таза секілді құдірет. Нағыз өнер құдіреті. Өнер құдіреті болғанда да нағыз сөз өнер құдіреті, тіл құдіреті. Мұқағали Мақатаев достығынан келгенде поэзияның төл баласы деп атауға болады. Қалай? Адам анадан туса да, табиғат анадан нәр алса да, ел анасына еркелесе де, отан анасын отты жырларына қосса да, ол мәңгілік соларға жыр анасының перзенті болып аттанған еді. Сондықтан да бүгін біз Мұқағалиды поэзиядан, ал поэзияны Мұқағалидан ажыратып айта алмаймыз. Поэзияны ойласақ есімізге Мұқағали түседі, Мұқағалиды ойласақ есімізге поэзия түседі. Яғни бірігіп кеткен не? Бірігіп кеткен ұлыс. Мұқағали айтып кеткен, мен сенің үніңменен үндесемін, мен сенің тіліңменен тілдесемін деп. Бүгінгі күнгі 21 ғасырдың жастары құрметті оқушылар, өздерімен таңғышықтай, мөлдір сезімге толы таңғажайып поэзиясы арқылы тілдесуде. Жақсы сөзім, жаным сүйген халқым үшін деп, тәңір сыйлаған тұлматынан қас өнерін аяулы еліне арнады. Жырларын еліне аманат етті. Аманат еткенін біз қалай білеміз? Оның екі жол ғана білеміз. Аманат, бір өзіңе жырым сырым, аманат, асау жүрек жырым деп, ашына толған Мұқағали елінің ертеңіне кейінгі толқын сендер сияқты жастарға сенген, соларға сендерге яғни үміт артып кеткен. Ендеше сол Мұқағалидың аманат етіп қалдырған бүтіндей бір елдің мұрасындай өлеңдеріне біз қалай сақтап жалғап келеміз сол Мұқағали мұрасын? Соны біліп алайық алдымен. Мұқағали дегеніміз өзі бағанадан бері айтып жатырмыз. Кім екен Мұқағали дегеніміз? Мұқағали дегеніміз кім? Мұқағали ақын, оның Райымбек, аққулар ұйықтағанда, Қашқын, шекара, ару ана, дариға жүрек деген поэмалар бар. Ал
Мұқағали Мақатаев өзінің шығармаларымен ғана шектелген бе? Ол үшін жалғыз қалам тасып өтетін ерте түсінген ол өзіне дейінгі ұлыларды жалықпай оқыдым, зерттеу оқудан бастаған. Туыстастарының естелігіне көз жүгіртер болсаңыз, ақынның үйінде орыс, шетел классиктерінің кітаптарынан басқа дүние болмаушы еді деген пікірлерге жиі тоқталасыз. Бұл Мұқаның дүние емес, білім жинағын айлақтай түседі. Ол Пушкинді, Лермонтовты, Блокты, Есенинді зерттеп оқыған. Олардың жырларын өз тілінде жатқа оқи бере алған. Өйткені өте жетік білгенді. Орыс тілін өте жетік білген. Дантені шығыс халықтарының ішінде ең алғаш аударған Мұқағали, Уайтмен, Шекспир сынды классиктерінің Н. Тихонов, Роберт Бернс, Аветик, Исаакян, Прокофьев, Файзолла, Антори, Федор Моргин, Евгений Евтушенко сынды әр ұлттың белді ақындарын қазақ тілінде сөйлетті. Мұқағалидың 1976 жылы 6 апрельде Ленин жас газетінде жарық көрген Реквиель, Моцарт, поэма элегиясы бар. Айталық сол заманның идеологының шысы марксизм болатын, ал мұны Мұқағали сарқып оқыды. Капиталды батайшағына дейінгі талдап білді. Сөйтіп бол Мафон 1970 Ильич 1964 большевиктер Чили шуағым менің 27 январь 1974 жыл дастандарын жазды. Дантеден аударған құдіретті комедия еді. Соның ішіндегі бір бөлімі талшықты аударған, ал Шекспирден сонетер аударылды. Ол Уайтменнің өлеңдерін аударған еді. Шағаланы өзің жаздың ба? Жарайды, жақсы. Мен балалар көріндім, араларында сол Мұқағалидың аудармасын іздеп, сол жайында өздерінің шығармашылығын қозғап жүргенсіз. Араларында оқушылар бар екен. Бәрі таңғалар оқыңыз. Мен қазір өзім таңғалдым. Жақсы. Қандай еңбектерін, шығармаларын, кітаптарын білесіңдер? Мұқағалиға. Бәрін жоққа беріп Я көп жауап бермейтін шығасты кімді айтамын. Жыр жинақтары, армысыңдар достарым, шуағым менің, дариға жүрек, өмір дастан, өмір өзен, аққулар ұйықтағанда жырлайды жүрек, шолпан таңдамалы, аманат, аққудың қанатына жазылған жыр тағды. Ол кітаптарды өзің оқыдың ба? Қандайларын оқыдың? Қандай кітаптар соның арасында? Жақсы. Сарғай оқуымды жалғастыра беремін. Ендігі кезекте Мұқағали өз тұрысында қандай қызметтер атқарған екендігін білесіз. Өз тұрысында қандай қызметтер жақсы оқушылардан өздері ізденіп соны тауып жүрген оқушылар болса араларында Ақын ағаның ешкімге ұқсамайтын, Алатауды айдынданып дараланып тұрған қолтаңбасын дарын жүгін өзгеше қадірлейтін адам жанының адал жыршысы Тұманбай Молдағалиев келтірген деректерде Мұқаның 1951 жылы Казгу-дің филология факультетіне емтихан тапсырғаны, кейін шет тілдер институтында оқығаны айтылады. Бұның өзінде ақынның әлгі институты тамамдағаны немесе тамамдамағаны айтылады. 1956 жылы Казгу-дің заң факультетіне құжат тапсырады. Бірақ ол жерде бір жыл оқыды. Одан кейін ауылына келіп, алғаш Қарасайдағы 7 жылдық мектептегі мұғалім, ауылдық кеңесте қатардағы қызметші, одан кейін бұрынғы Нарынқол Советтік шекара газетінде тілші болып жұмыс істейді. Содан көтеріле келе алды кеңестің хатшысы болады. Қызыл отаудың меңгершісі, комсомол қызметкерлігіне дейін барғанда Алматыға Әбділда Тәжібай шақыртып алып, социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан газетінің 1962-1963 жылы мәдениет және тұрмыс, қазіргі Парасат 1963-1965 жылы Жұлдыз, 1965-1972 жылы журналдарының редакциясында тілші, әдебиет қызметкер, Қазақ радиосының диктері, жазушылар одағында поэзия білімінің жастар жөніндегі кеңесшісі 1972-1973 жылы
Көтеріліп, мен көңіліме бір жақсы серпін беріп отыр да қазір, өзіме шабыт беріп отыр, шынымды айтсам. Жарайды? Ақын Мұқағалидың өмірі мынандай сүреңсіз шақтармен байланысты жер дүниенің апшысын қуырған ұлы отан соғысы бүлінген халық шаруашылығы қайтадан қалпына келтіру кезеңдегі бейнетті күндер. Тұлық атқа жармасқан ауыл баласының қиын тағдыры, 7 жылда қана білім беретін қырдағы мектеп алғашқы өмір соқпағын білім кәусарына сусындауға құлшыныс өмір белестерін сүріліс пен ұмтылыс адамдар арасындағы күліп тұрып жасалатын зиянды қылықтар бәрі ақын Мұқағалидың көшіп өткен жолдарында кездесетін нәрселер. Орталықтан шалғай жатқан қарасаздар дүниеге келіп, енді ес біле бергенде әкесі Сүлейменді қанды майданға ботадай боздап тұрып шығарып салған бала Мұқағали өмірі соқпақтары жеңіл болмаған. Тұлық тастық атында да мінген, жоқшылықты тауқыметі де тартқан. Тарихи тұлға Мақатаев Мұқағали Сүлейменұлы 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келіп, туған жері Алматы облысы Нарынқол ауданы Қарасаз ауылы. Балалық бал дәурені соғыс жылдарының ауырлық тауқыметі мен тұспа-тұс келді. Әкесі Сүлеймен соғыста қаза болып, анасы Нариман Мұқағалидың өкшесін баса туған 3 ұлды өзі асырап жеткізген. Орта мектепті интернатты жатып бітірген Мұқағали еңбекке ерте араласты. Алттағы оқушылар өздерінің келісіп болған сияқтысында ма қалай? Не деген жақсы мұны класста? Мұндай дайындалып береді деп едім. Ойламадым. Жақсы болса ма? Жақсы болдыра ғой. Қуанып отырмын өзім. Мына класстың осыны жақсы жатқанына. Жарайды, ал енді оның бір өнерлерін сенбеймін, білмеймін. Мұқағалидың шын аты кім еді? Мұхаммед Мұқағалидың шын аты кім? Мұхаммед Қали. Оны қалай қойған, не үшін қойған, оны білетін бар ма? Не айта ғой? Сен жақсы Мұқағалидың атын шақырып қойған аты Мұқағали екен. Оны солтүстікте жаңа туған нәресте ұжымын басқарған ағасы Мұхаммед Қали Белосаровқа тартсын деген жақсы ниетпен қойыпты. Бірақ кейіннен Алланың ұлы елшісі Мұхаммед пайғамбармен жаналыспай жамандамалап атын өзгерткен екен. Бірақ ол қазақ үшін поэзия пайғамбары болмақ. Ол кісіге топырақ бұйырған Алматы қаласы 1976 жылы 12 наурызда ұзаққа созылған ауыр науқастан көз жұмды. Жақсы мекемсің. Саған бұл сабақта 5 пайдаланған жақсы. Ендігі кезекте сар жайлау әңгіме бір көңіліміз көтерілмейші. Thank you.
Болыпты, сабырлар. Ендігі кезекте осы Мұқағали өзінің өмір жайында жазып кеткен. Соны диалог түрінде екі оқушы жүрмеш. Менің анкетаны деп аталып кім оқиды? Туған жер. Ұланның қарасы деп аталатын ауылдың. Туған жыл. 1931 құдасының Шәмілдің. Шынысың кім? Еркекпін ғой, еркекпін, және дағы тәуірмін. Партияда барсың ба? Жоқпын, бірақ коммунистік көзқараспен қараймын. Шыққан тегін. Шаруамын, бірақ тірліктен бағалауын санаймын. Бөлімің ше? Орташа ғой, алайда өзім жоғарыға балаймын. Қанат тіл. Қазақша қысылғанда орысша да, немісше де тағы бар. Қайда істедің? Мынау еңбек кітапшамнан танып ал, оқымаған дипломсыз демесең, бір басынан бар мамандық табылар. Міндетсің бе әскерге? Міндеттімін, біздің әлі жас кеуде жауынгердің буымын ғой, жаны қиған Мәскеуге. Шет елдерде болдың ба? Ол жағынан періштерін дей алмай мен мүлде. Ойлап қылып бұл өмірде болады ғой, мүлт кету. Мекен жай? Мекен жайым жер, менің жерде жүрген ақын деген пендемін. Қалам қағаз уақыт бер тек аздаған, мен өмірді жырлау үшін келгенмін. Алды ма? Яғни бұл жерде сендер екеуің жақсы дайындалып келіпсіңдер деген. Ал енді Мұқағали Мақатаевтың балаларының аттары кім еді, қанша баласы бар? Иә? Балаларының аттары Майгүл, Шолпан, Жұлдыз. Үш баласы бар, иә? Екі қыз? Бір ұл. Екі қыз, бір ұл. Жақсы отыра бар. Ал енді Мұқағалидың өзіміз сүйіп оқитын қазіргі таңда қанша мың жылға жуық өлеңі бар екен? Қанша мың жылға жуық өлең? Мұқағали Мақатаевтың 35 мың жолға жуық өлеңі поэзия сүйер қауымның іздеп тапқан жырына айналды. Жақсы, отырамын. Енді бір сәт осы жерде тыныштық кәнеки, бәріміз тынышталамыз. Оқушылар да, жатқан мұғалімдер де кәне тыныштық сақтаймыз. Сөйлемейді, жырламайды, қымылдамайды, отырғызып тыныш. Балаларға ойына көңіл жасамаңыздар. Ендігі кезекте Мұқағали жайында көріңіз. Жақсылап тамашалаңыздар. Осы мен ақынмын ба? Шынымды айтшы. Мен саған сенейін. Ел не дейді? Сіз өте жақсы ақынсыз, елде солай дейді. Өтірік. Сенбесеңіз өзіңіз көріңіз. Халық жақсы ақын дейді, жақсы көреді, бірақ Ақлақ бала, жақсы ақын дейсің. Жоқ, мен жақсы ақын емеспін. Мен сұмдық ақынмын. Білем, сенің де маған ақыл айтқың келіп тұр. жоқ Мұқа, олай ойламаңыз. Мен әншейін. Түсінем. Бәрін де түсінем. Маған сенің жаның ашиды, олай емес. Мен өз құнымды өтедім, енді өлуім керек. Осы мен өлетін уағымнан өтіп біткен сияқтымын. Рас, мен енді өлмеймін. Батар күн, келер түн, батар таң, шығар күн. Бәріңе құмармын. Осы мен сірәда өлмейтін шығармын. Жақындық сезінем, жерден де аспаннан, жылылық сезінем, мұздардан, тастардан. Өмірім сірәда әріден басталып, мәңгіге тасталған. Осы мен сірәда өлмейтін шығармын. Сәл ғана мызғылап, қайтадан тұрармын. Жақсы. Әрине. Сендер де ұрпақтары бар Мұқағали. Ешқашан өлмейді. Ал енді Мұқағалидың өлеңдерін кім жатқа біледі? Иә. Біз деген досым, тағдыры қызық халықпыз. Халқының өзі қорғасын құйрық қалыппыз. Екінің бірі бармайтын жерге барыппыз, жанбайтын жерде жаныппыз. Біз деген досым, тағдыры қызық халықпыз. Білгендер білсін, білместер мейлі білмесін. Қолдасын мейлі, қорласын мейлі күндесін. Қаратастан да мейлі күткен ақынды. Қатар. Иә. Олар
естеліктермен туралы, біреулер жан еді дер ұрсылғалы, біреулер тұлпар еді деуде мүмкін, бүтін дермен кеткен бірге тұрманы, жазылар естеліктер нешелеген, көрерміз оның бәрін пешенеден. Әйтеуір білетіні бірақ нәрсе, көшеділік немесе өшеділік. Бұлары таудың қызық күлкісінде, момындар біздің үйдің кірпішідер, мәңгілікті өзімен ала кеткен, менің нәзік жанымды кім түсінер? Мақатай халыққа хат. Туған халқым, қатемді кешір менің, сенің арқан, сескенбей есіргенім, егерде жырым болмай, ұрым болсам, алақам қасаласын десін мені. Жоқ, менің жүрек емес төсімдегі, ол бұрат сенің ұлы көшіңдегі, өзімнің жандырғаның өшіргенін, әзірге тастаған жоқ есім мені. Уа жұртым, кешір мені, о менің желбіреген туырлығым, желбіреп жетіле бер туыңдығын. Неге бұлай? Несін бірақ төсім, несін бірдім өмірдің, несін көрдім? Көз жазып қалмайын деп көшім ердім, туған ел көз жасын кешір мені, кешегі жетімдер мен жесірлердің, ортасында өшу мені түлдердің, таяғын тарттым талай кесірлердің, туған ел сол ішінде кешір мені, туған халқым, қатемді кешіре гөр, кеш қылмай несібе бер, ақындая өмірге ақын бердің, көрікті болсын десең көшім егер, ал мені кешіре гөр. Керемет. Мен таулықпын, тау дейтін алып жүрек ана туған, мен таулықпын, таудан мен жаратылған, киіктің сүтін еміп ержеткенмін, қуат алып қыранның қанатынан, мен таулықпын, таудан мен жаратылған, бұлт бүркеніп жай отын ала туған, күн алғашқы сәулесін маған шашып, маған келіп түнейді қара тұман, таулымын, тау менің дәубесігім, мен оның әуресімін, сәулесімін, артқа шыңдар көрмейді ағытып сәлдесінің, мен таулықпын, таудан мен жаратылған, тау деген ана туған, дара туған, тауға барып көкке ұшып кетсем бекен, ұстап алып қыранның қанатынан. Ой, жақсы. Осындай жыларды естіген кезде теміреніп кетпеген ойда барасың, е? Мұқағали жоғалса қайтер дейсің, табиғат жанымда алсаң алшы менің, бір түйір жерге түскен тамшың едім, Мұқағали жоғалса қайтер дейсің, артымда қалсын жерім, қалсын елім, мен де бір жүріп кеткен сығымдаймын, қалдыр деп саған сірә жалынбаймын, мәңгілік мекеніме жету үшін, күніне қанша мәрет адымдаймын, кім білсін қанша мәлі шырқарымды, кім білсін қайпыны сен қырқарыңды, Мұқағали жоғалса қайтер дейсің, жоғалтпасам болғаны өз елімді. Жақсы отырамын. Е? Мұқағали Мақатаев әке. Әке, сенің жасыңнан асып барам, кез келгенде тасып қалам, кез келгенде жасып қалам, мына өмірге бәрібір ғашық балам, құралақан емеспін қуаныштан, қуаныштар алдында құрам ұшқан, бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келеді тұрарыстан. Өкінбе әке, отың бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанада көрмейтінім, ұрпағың бар елменен ернансын, түрі тұрса қолынан бермей тұғын. Әке, сенің тастап кеткен мұраңды, төрт немерен көрген шақты қуанды, терің сіңген тақияға жармасып, алма кезек бірінен соң бір алды. Иіскейді танауларын шүйіріп, шешем отыр тәуба жасап шүйініп, мазалаған әлде қандай бір сезім тұрды менің алқымында түйіліп, кейіспішін келініңде тұр қарап, сәбилер-ай, сәбитімді тыңдама, сездің бәке сенен қалған мұраны, ұрпақтарын жатыр әнде жұмалап, сезбейсің-ау ардағым, осыншама артың тұрпақ қалғанын, пай-пай шіркін орталарың отырсам, ию-қию базар болып жан-жағың, сезбейсің-ау өшпеген отыңның, ортасына өзің шашқан қоқымнан, өзің жоқсың, өзіңе ұсап отырмын. Жақсы, керемет. Е? Автограф көрер едің, шаламын ба, отпын ба, білер едің, ақынмын ба, жоқпын ба, көктен үрген хан жаңыр де жоқпын да, көктен етін Махамбет де жоқпын да, түсінер ең, езбін бе, ермін бе, байқар едің, артықпын ба, кемін бе, мен Спартак боланбадым нешара, сені өзің тезар болып көрдің бе. Сырым досы, жырым досы, алдыңда байқашы бір, бұқсыдым ба, жандым ба, махаңдар жоқ, махаңдардың сарқыты Мұқағали Мақатаев барымда. Жақсы, bravo. Және кім біледі? Шақтамақ балалар болсын. Жай. Ендігі кезекте Мұқағалидың өзге өлеңдерін бәрімізді жаттаптық. Бұдан басқа сабақтан тыс өлеңді жаттап кейінір деген
әрине сөзімді жегеде сұрапсыңдар көпшілігің. Сол үшін рахмет. Енді балалар сендерге қоятын енді біршама мұқағали жайында сұрақтарым бар. Сол сұрақтар сендердің мұқағали жайында білімдеріңді кеңейте түседі деген ойдамын. Бірінші сұрағым, тұлпар сыйлаған мұқағали қашан алды? Қандай шығармасы үшін алды? Көпшілігің білмейсіңдер. Иә? Құдайды жүрек дастан үшін алды 1989 жылы. Жақсы. Екінші сұрағым, Мұқағалидың сол Қарасаздағы қазіргі мұражайының архитекторы кім еді? Мұражайының архитекторы. Есіл? Кім? Фазылов. Фазылов кім? Фазылов. Шығар. Фазылов, жарайды. Үшінші сұрақ, Алматы қаласында қай көше қазір ақын есімі аталып бұрынғы қандай көше? Қатыспай жатқан әй жайын. Алматы қаласындағы бұрынғы Пастер көшесі ақын есіміне аталған. Енді Мұқағали жайында ақын жазушылардың естеліктері бұрынғы жазған оқып келдір деп едім ғой. Мұқағали мөлдірлік пен тазалықтан, биік адамгершіліктен тұратын еді. Лашын Әзімжанова. Тағы не сөздер бар? Иә. Сенің жырың жаралған Гималайдың төбесінде ойнаған найзағайдан. Тұмабай Молдағалиев. Және кім жаттап келді? Мұқағали жайлы аз білесіңдер, оны асып кеткен жендек, тек ішіп қана өмір кешкен деп ұлжырайды. Бұл нағыз қиянат. Біріншіден ол аса көрнекті әрі ерекше талантты ақын болды. Қожесет келді. Жақсы. Ал Гүлдина, сен жаттап келдің бе? Оқып келдім саған тапсырып едім. Қазақ тілін білмеген адам Мұқағали Мақатаевтың поэзиясын сүймеуі мүмкін емес. Мұқағали Мақатаевтың поэзиясын сүйген адам халқына адал, жеріне ие, табиғатына жанашыр бола алады. Кім сөз екен? Күләш Ахметова. Келіпсің? Және басқа. Айтпағында. Тек қана осы екі үшеуміз ғана алып келдік қой. Бәрін айттым ғой сол уақытта. Иә. Мұқағали біздің заманымыздағы ғажайып ақындардың бірі еді. Шынында да ол алауратқан таңдардан, қарауытқан таулардан түйсік алатын. Ол бізге көрінбейтін сиқыр бояулардан, естілмейтін құпия дыбыстардан тоят алатын. Ол әзиз ата ақ шашты аналар жүрегін әрдендіретін, замандас құрбының мәртебесін көтеретін, бөбектің бесігін тербейтін махаббат жырларын жолытты. Әбділда Тәжібаев. Жарайды. Ендігі кезекте әлі махаббат дегеніміз мәңгілік тақырып болады, мәңгілік тақырыпта болып қалады. Сол махаббат тақырыбына Мұқағали қандай қалам тербеген екен, қандай шығармашылықтарына арналған екен. Махаббат сүйіспеншілік тақырыбына соқпай кететін ақын жоқ десек, аты айтқандық емес, өйткені махаббат мәселесі бұл мәңгілік тақырып. Ал Мұқағалидың сезімінде жасалған жоқ деген махаббат жайында жазған шығармаларында. Махаббат бір қуаныш, бір күліш, бір күдіктен тұрады. Ендеше махаббат диалогы. Шаттап келді. Қысып жоғалсаң не дер едің? Теңізді мен мәңгілік өтер едім. Отқа түсіп өртенсең не дер едің? Күл боп ұшып соңыңнан кетер едім. Бұлдырасам сағымдай не дер едің? Жер боп қуып ақыры жетер едім. Қайға келсең басыңа не дер едің? Қош сәулем бәріне көтер едім. Ендігі кезекте Мұқағали бәрімізге естеріне алып жүргесін деп қандай ән арнаған? Есімен алғай Соны орындап жүрейік. Thank you.
Еділ ағамыздың деп естелік қалдырған екен. Мұқағали айтқанда, 2 ай ауруханада жаттым дейді жүрегім ауырып. Содан емханадан шыққаннан кейін жұмыс орнында жүріп, бір күні костюмнің қалтасынан қарасам, бір хат шықты дейді, умажылған. Ішін тарқатып ашып көрсем, Мұқағалидың хаты екен дейді. Аға, дертім қозып барады, жазбар емеспін. Мына бір өлеңмен назар аударып көргізген екен, осы есіңе мені алғайсың әне. Ендеше балалар сабақ күтуге де, мінекей қорытындыға да аз ғана уақыт қалыпты. Бір құрақ бесте Мұқағали жайында айтудың өзі оңай емес, оның барлық жырларын, барлық әңгімелерін, сөздерін кірістіретін уақытымыз тығыз. Енді бұдан да былай Мұқағали ешқашан өлмей, ол 21-ші ғасырдың құрдасымын деп өзі айтып кеткен. 21-ші ғасырдың ұрпақтарымен, одан да кейінгі ұрпақтармен бәлкім мен өмір сүретін шығармын деп. Сол арманы жүзеге асып жатыр. Мұқағали өмірлік жоғалмайды. Сол үшін араларында ақын жанды қыздар, жігіттер болса, өзінің өлеңдерімен аяқтаса деген ойда еді. Шығарған өлеңдері бар ма? Тыншымайтын айдың көзі толқын бар, көк аспанда күн атты бір солғын бар, қазағымның жүрегіне ойшылған сөз алыбы Мұқағали ақын бар. Пәк сезім өлең жырдан жаратылған, ерекше біздер үшін даратылған, жарқ етіп найзағайдай көмкерілген Махамбет ұрпағы ойдан атылған. Ұрпағыңның өзіңе қасиетін, сезбен қара өлең қасиетін, өлең ғой жазып кеткен өсиетін, ешкім жоқ дәл өзіңдей қасиетін. Қайтейін от ауызды жыржан қозым, арқалап өттің өлең қасіретін. Жақсы. Ендеше осы өлеңменен сабағымызды қорытындыласақ. Және Еділ бар ма? Енді қолын жақтап көтермейсің көрмеген. Егеменді ел болдық біз ерікті, ел таңбасы әнұраны болсын дейміз берікті. Тау мен тасын, үйрек қазын, көл бұтасын әнге қосып жырлаған ақындана Мұқағали 76-ға келіпті. Бағаланбай өткір сөздің дарасы, кім біледі өтті ме екен ағасы, қорғасындай нық салмақты сөздері Мұқағали ақындардың данасы. Жел шумай өткір сөздер кетті ме екен айдауда, кім біледі мықты қазық болса шіркін қалар ме еді байлауда. Еліміздің көк байрағын ойланумен көтерер шіркін қайра Мұқағали қайтайланып туғандар. Ой, жүрексің. Сөз жағыңы? Енді қожа бастап келеді. Жақсы. Мұқағалидың өлеңімен, осы бір шумақ өлеңімен сабағымызды қорытындылайық. Сая болып жаныңа емен терек, жетер енді жатқаның көлеңкелеп. Өгейсінбей өзі боп қалу үшін өнер керек, ұрпаққа өлең керек.